Қайырлы күн достар, біз бүгін осындай эскимо пирожный жасаймыз. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант керек. Екеуін миксерлейміз. Масса ағарғанша миксерлейміз. Вот осылай. Енді шоколадқа сұйық май құямыз да, микроволновкада немесе водяной баняда ерітеміз осылай. Еріп суыған шоколадымызды мұнда саламыз. Дайын болған консистенцияға, қоспаға. И ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз, разрыхлитель саламыз, араластырамыз, сосын осы массаға тағы да саламыз, араластырамыз. Осындай қою масса шығады. И бұны противенге пергаментный бумага төсеп саламыз. Жағып шығамыз осылай. 180 градустай қызып тұрған пеште шамамен 10 минутта пісіп шығады. И осылай қолмен бөлеміз, немесе блендермен үгітсеңіздер болады. Ары қарай сары майонез саламыз. Осындай жабысқақ масса шыққанша араластырамыз, осылай жабыстырамыз, И осындай формаға саламыз, немесе домалақтап жасасаңыздар да болады. И таяқшаларын қойып шығамыз. Домалақтап жасасаңыздар шпажка саласыздар. И 3-4 сағатта морозильникте қатып шығады, дайын болады. И оған дейін біз шоколадымызды ерітеміз. Сіздер ақ шоколад алсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз енді. И осылай дайын болған пирожналарымызды батырамыз. Барлық жеріне шоколад жағылғанын қадағалайсыздар. Осылай. И шамамен 1 сағат, 2 сағатта морозильникте осылай қатып шығады. Ас болсын. Жасап көріңіздер.